Алғыс Таңшолпан төріне келіп отқандарыңызға. Алғыспен атып атқан таңымыз қандай тамаша дейсіз. Біз де сіздерге алғыс айтамыз, және бүгінгі дүниежүзілік балалар күнімен құттықтаймыз. Балалар мерекелерің құтты болсын. Құттықтаймыз. Қымбатты көрермен, біздің төрімізге өзінің өнерпаздарымен әнші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қарақат Әбілдина келді. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Көңіл-күй өздеріңіз көріп тұрғандай, алғыспен атқан таң, әндетіп бастаған күн, әрине көтеріңкі болады. Елеп көтеуге сәл ғана қалып тұрмыз. Себебі өзіңдің шәкірттеріңнің осындай жас буынның әндетіп, сенің репертуарыңдағы әнді әр қарай жалғастырып жатқан көрген кезде әрбір өнер иесіне ол өте бір ерекше әсер етеді. Себебі балалар енді біздің жалғасымыз, болашағымыз, ертеңіміз ғой. Мотивациямыз ғой. Енді біз кеше осы күнге орай кімді шақырамыз дегенде бірден сіз еске түстіңіз. Себебі үйде де, жұмыста да балалармен жұмыс істейсіз. Жалпы балалардың тілін табу қаншалықты қиын? Мен айтам ғой, үйде 6 балам бар болса, сыртта 6000-нан астам балаларым бар екен. Биыл 6000-ға жалпы, одан да көп. Жалпы енді 20-ға жуық қалада мектебіміз бар болса, әр мектепте кем дегенде 500-1000-ға жуық балалар оқып жатса, әрине балалардың да саны көбейіп жатыр. Мен оған өте қуаныштымын. Және де жаратқаныма осы менің өмірімді, тағдырымды дейін періштедей балалармен қоршап қойған жаратқаныма сансыз шүкірлер болсын. Өте бақыттымын. Осы балаларға қарап отырып, кәдімгідей дем аламын. Себебі тап-таза әлем ғой. Әлемдері тап-таза, үйретіп отырып өзім үйренемін. Өзімді де тәрбиелеймін, достай сырласамын. Сондықтан орыстардың бір сөзі бар ғой, бөтен бала болмайды деген. Шын мәнде баланың бөтендігі жоқ. Әр қазағым жалғызым, әрбір қазақтың баласына жаңағыдай өнерге баулып, үйретіп отырып, сабақ беріп отырып, өз балама қалай жаным ашып, қандай бір аналық тілегім болатын болса, менің осы өнер көрсетіп отырған әрбір шәкіртіме деген көзқарасым сондай. Енді тағы бір сұрақ. Ал өзіңіз қандай бала болдыңыз? Мен үйдегі, жалпы білесіздер ғой, көп балалы отбасында өстім. 15 бала дүниеге әкелген батыр анадан туған қызбын. Демек, үйдегі енді 5 саусақ бірдей болмайды дейді. Бір анадан, бір әкеден тусақ та, біз әртүрліміз, соның ішіндегі ең момыны, ең жуасы, қой аузынан шөп алмасы. Ағам болған, мен бұзық болған. Сондай бала үйде мен болған екенмін. Анам, бізде 5 қыз ғой, бәрінде жаңағыда адуынды мінезі бар, өздерінің алам дегенін алатын, барам деген жеріне баратын мінездері бар кәдімгідей. Ал сонда анам айтатын еді, мен басқасына уайымдамайым, ой осы саған уайымдаймын, сен қай жерде аузың ашылып қалады екенсің, Құдай-ай, сен қалай болады екенсің деп сөйтіп уайымдайтын. Себебі аға, мен бір үнемі бір сыйлық әкеліп, бір әкеміз не болмаса біреу сырттан келіп бір не болып отқанда бірден таласып, бірден алатын алып, жолып, ана жерде сөйтіп абыр-сабыр болып жатқан кезде мен бүйтіп шетте енді бұйырғаны маған бұйырса, бұйырмағаны дегендей жаңағыдай белсенділікпен қатты ондай бір жігерлі, қайратты өзімді сондай бір көрсетпеген екенмін. Өте жуас болғам. Бірақ сіздің қыздарыңызға қарасам, сіз ондай болмаған сияқтысыз. Енді сіз өзіңіздің қазір қыздарыңыздың қылықтарын салып жүрсіз ғой, естелік болсын деп. Менің де, мысалы, үйге барған кезде туыстар жинала қалса, анамның, туыстарымның бір кішкентай кезімдегі қызықтарымды айта беретін бір сәттер болады. Сіздің де жақындарыңыздың жиі еске алатын, сіздің бір бала кезде қандай қылығыңыз? Әрине, мені әкем алтын балығым дейтін. Басқасы бір төбе, мені әрқашанда оң қанатына отырғызып, дастархан басында отырған кезде де бір маған деген ықыласы да ерекше болды. Жаңағыдай өзі бір жуас адамдарға, жұмсақ адамдарға да бір сондай мүмкін қарым-қатынас болатын сияқты ғой. Сосын өзі болар бала басынан дейді, көр жаңағыдай өнерге жақын болғандығымнан бекен, әрқашанда мені қонақтарға ертіп жүретін ауылдағы. Сонда газеттің өзі тапшы кезеді ғой, газет. Сол газетті әкем өте көп оқитын кісі болды. Сөйтіп газеттерді үнемі қонаққа барғанда шапанның қалтасына салып апарып жүреді. Не үшін? Себебі маған ән айтады деген кезде мен ана
кез келген ол жер болсын, ол орындықтың үсті болсын, газет төселмесе ән айтпайды екен. Сол мен ән айтқызу үшін газетті төсейді, ал енді менің қызым қазір ән айтады. Алғашқы сахнам газет төсті дейсіз ғой. Газетті бір сахна көрген алғашқы қызыл кілемім газет болды дейсіз ғой. Иә, сөйтіп сол жерде шапан шапқыттарын кигізіп, сондай бір құрмет көрсетіп, біздің кішкентай енді өнер деген жақсы ғой, ықылас, сол арқылы мен ашыла түстім, өзімді еркін сезіне бастадым, төселе бастадым. Жаңағыдай басында өте жасықтау болатын мінезім. Осы өнердің құдіреті деп ойлаймын, оның үстіне ата-анам да қызықтап, әр жерге ертіп барып, үлкен орталарда ән айтқызып, осының барлығы баланың ашылуына, өзін еркін ұстауға кәдімгідей өзгертеді екен да. Тамаша. Енді біз бала деп жатырмыз ғой, маған сіздегі ұнайтын бір қасиет, ол өзіңіздің балаларыңыздың жетіп жатқан осындай бір жетістіктерін қазақ еліне паш етіп отырасыз. Мысалы, көрші елде өтіп жатқан үлкен конкурста сіздің осы бір большая сцена деп аталатын үлкен сахнаға шыққан байқауға сіздің шәкіртіңіз шыққан екен. Соны бір жарыс алып салған екенсіз. Мирас деген өте талантты Алматы қаласындағы мектебімізде жас талант өсіп келеді. Құдай қаласа деп айтайын, қазақ елінің ертеңгі мақтанышы Димаш ағаларының жалғасы болатынына мен кәміл сенімдімін. Ең бастысы тіл көзден аман болса екен, балада бұзып жарып тұрған талант бар. Тек қана дауыс аздық етеді бұл жерде, жаңағыдай харизма дейміз, ішкі қуаты, өзін сахнада ұстауы, биік ноталарды еркін алуы, кез келген жанрдағы әнге бірден еркін сүңгіп кетеді. Өзін кәдімгідей сахнада мүлдем басқа бір күй кешеді ғой, мүлдем басқа бір сахнаға, өмірде ол басқа, сахнаға шыққан кезде мүлдем Мирасты танымай қаласыз. Соның бірден бір дәлелі осы үлкен халықаралық деңгейдегі 1000 бала қатысқан, мен деген таңдаулы әр мемлекеттен келген 1000 баланың ішінен топты жарып, гран-приді Мирасымыз алды. Үлкен сахнаның жеңімпазы атанды. Ол жерде жаңағыдай өзінің конкурстың талабына байланысты өнерден тыс қазылар алқасы орысша қандай ән білесің, ал мынандай ән білесің бе, патриоттық ән деген сияқты тосыннан қойған сұрақтың барлығына тайсалмай, тапжылмай өзін әбден лайықты көрсетті. Соның нәтижесінде Құдай қаласа Ресей жұлдыздарының қатысуымен өтетін үлкен концертке қазір қатысу үстінде. Демек бала өзін көрсете білді, әрі қарай әлі талай додаларда топ жаратынына кәміл сенімді. Енді Қарақат әпке, мен байқағаным, осы қазір келіп отырған студиямыздағы қыздар камера қосылғаннан бір жайнап, өзін кәдімгідей сахнада сезінгендей, ұйқысы ашылмай тұрған қыздар бірден ұйқысы ашылып кетті. Енді әрбір шәкіртті осылай тек қана өнерге емес, жаңа өзіңіз айтпақшы, сахнаға, харизмаға дайындау маңызды рөл атқаратын сияқты. Өте маңызды. Сұрағыңыз және жөн. Мына отырған айналайын құлыншақ балалардың менде дайындалып жүргеніне бір 2-3 қана жылдың жүзі болды. Оның ішінде бір 2-3 ай ғана келген соңғы қосылған балалар бар. Бұл қалада туып, қалада өсіп жатқан балалар. Ауылды көрмеген балалар да бар. Мысалға. Демек, біздің мақсатымыз бұлардан бір керемет дүлдүл әнші шығару емес, ол жаратқан Алла өзінің бойына берген қабілетін әрі қарай аша білу, дамыту. Ең басты ұлттық өнерімізді, халық әндерін, жыр термелерін, соны жастайынан сіңіру. Әрбір сөзін талқылаймыз. Мына термеде не айтқысы келіп тұр? Мына ән нені айтады? Мағынасы не? Мысалға, соның сөздерін талқылаған кезде баланың мына жерде кәдімгідей тұйық балалар болатын. Көбісі ашыла қоймайды ғой, гаджетке отырған балаларды білесіздер ғой, өзі әлі басқа әлемде қазіргі балаларды бұрынғы балалармен салыстыруға еш келмейді. Осы айтқым келіп отқаны өнер арқылы көз алдымда гүлдей болып ашылып, әзілдесіп әңгіме айтатындай, ұрыссам ұрысқанымды қабылдайды, қатты айтсам қатты айтам, тәтті айтсам тәтті айтам, соның барлығын жұтып алып, өзіме өнері арқылы жауап беріп, кәдімгідей ашылып келеді. Әрине бұл балалар үлкен сахнаға өнер көрсетуге лайықты, дайын деп айта алмаймын. Бұл талаптарын ұштап жатырмыз. Алғашқы талпыныс, мотивация дейміз қазіргі тілмен айтқанда, осындай эфирлерге шығару арқылы енді біз әнімізді айтып жүрміз, айта берерміз де. Ал енді біздің ұстаз болғаннан кейін, өнер адам болғаннан кейін қанаттарын қатайтып, осындай эфирлерге өзіммен бірге алып келіп ән айтқызғаным, осының өзі үлкен мектеп, үлкен тәжірибе. Осы жерде ешқандай ұстаз екі ауыз сөзбен жеткізе алмайтын үлкен тәжірибені дәл осы сахнада отырып, қобалжып, толқып,
қуанып отырып балалар қазір өзіндеріне үлкен сабақ алып отыр. Сондықтан да біздің мақсатымыз сол ұлттық өнерді дәріптеу болатын болса, соның жолында талмай тынбай еңбек етіп келеміз. Мектептеріміздің ашылғанына 16 жылға аяқ басты. 16 жылдың ішінде 20-ға жуық мектеп ашылды. Ол дегеніңіз әр еліміздің өңірінде бұрын соңды ұмыт болған, тіпті түрі түгілі атын естімеген, жетіген деген көне аспаптың бір ойнайтын өнерпаз болмаған облыс қалаларымыз бар болса, ал әрбір қалада біздің мектептің үлкен қосқан үлесі қазір ансамбльдер жасақталған. Тамаша. Енді байқап отырсам, қыздарыңыз да өзіңіз сияқты бұрымды екен. Ол енді міндетті түрде. Бұл енді ата-аналарының жаңағы балаларын өнерге баулғаннан кейінгі өздерінің жаңа қазақтың қызына сай, әдемі, сәнді болу үшін бұрымдарын өсіріп, енді бұл жерде шашыңды қима деген мәселеде мен ондай әлі сабақ жүргізген жоқпын, дегенмен де адам қарап, еліктеп өседі ғой. Өзімнің шашым ұзын болғаннан кейін мүмкін олар да іштей түйсінеді. Және де, дұрыс байқадыңыз, қазақтың қызы, шаш қыздың көркі, соны жақсы түсінгендіктен, халық әндерін орындап жүргендіктен, осы құлыншақтарымыз шаштарын өсіріп, қазақы болмыста әдемі өсіп келе жатқан мені де қуантады. Бұлар тек домбырамен ән айтпайды, жетігеннің де құлағында ойнайды. Эстрадалық әндерді айтады. Әмбебап дейміз ғой, жан-жақты дамыту біздің. Ал енді болашақта өнер адамы бола ма, басқа саланы таңдай ма, оны өздері біле жатар. Бірақ осы өнер арқылы біз баланың қабілетін оятып, жаңағыдай ортада өзін әдемі ұстау, өзінің ойын еркін жеткізе білу деген сияқты әдемілікке, әсемдікке құштар болу, осы қасиеттердің барлығын өнер арқылы бала дамытады. Қазақта бір сөз бар ғой, өнерді сүйген бала жаман адам болып өспейді. Және ең бастысы жақсы адам болса, Жақсы адам болса, Ал енді тағы да өнерге кезек берсек бір әнге. Сіздер маған ән айттыңыздар дейсіз. Менің ән айтқаным, міне осы құлыншақтарымның ән айтқаны, ол менің айтқаным деп есептеңіздер. Әрбір ұстаздың еңбегі шәкірттерінен көрініп тұрады дейді. Олай болса айналайындар. Бір Ақбұлақ әнін білмейтін қазақ жоқ. Ақбұлақ әнін бірге шырқайық. Ал кеттік. Әйде. Күндіз-түні бір тынбай дала кезден Шаңғылақ, тұмар елім өзіңде бала кезден Ақбұлақ. Әнге бөлек қанайды, асып-сасып жатасың, Аққоншақтан аспанға шашып жатасың. Сенің келіп жағаңнан, анам талай су алған, сенің келіп жағаңнан, әкем атын суарған. Айналайын Ақбұлақ, асыр салғам жағаңда, сенен артық өлгені бұл әлемнен табам ба. Берде! Арудайын еркелеп, мың бұралған Ақбұлақ, қайтын көтер ашық жол, күндірлаған Ақбұлақ. Сен болмасан бір күні ашылмайды Ақбұлақ, саған дейін құмарың басылмайды Ақбұлақ. Сенің келіп жағаңнан, анам талай су алған, сенің келіп жағаңнан, әкем атын суарған. Айналайын Ақбұлақ, асыр салған жағаңда, сен артық өлгені бұл әлемнен табам ба. Сен артық өлгені бұл әлемнен табам ба. Ақбұлақ! Тамаша! Браво! Енді өздеріңізден таңғы тілек сұрайық. Бүгін мереке. Балалар күніне өзіңізден бір көп балалар деген бала әлемі, балаларға біз өте көп күш салуымыз керек. Қайсымыз болмасын, балаларды тек қана өнермен емес, олардың қазіргі мені алаңдататын көптеген мәселелер бар. Тіл мәселесі мысалға, мен тек қана балаларға сабаққа келгенде отырғыза сап ән үйретпеймін да. Біз олармен әңгімелесеміз, сырласамыз. Қазір аумалы төкпелі шақта жүрген балалар бар, 13 кәдімгі. Сондықтан өздерінің ой пікірін, аналарыңа деген, ата-аналарыңа деген құрметін, махаббатын жеткізіп отыру, жақсы көретінін айтып отыру, себепсіз сыйлық, сендердің сыйлықтарың сол үздік оқушы бола отырып, мектепте озат, өнерде де озат болуларың, ол ата-аналарыңа деген үлкен сый деген сияқты. Сондықтан да ананың тілі дейміз. Неге ол әкенің тілі емес, ана тілін құрметтемеу, менсінбеу, ана тілінде сөйлемеу, ол деген сөз өзіңнің
анаңды құрметтемемен пара-пар деген сияқты қарапайым тілде түсіндіреміз. Сондықтан да әрине мен барша қазақ баласының, жалпы қазақ өте талантты халықпыз. Әрине. Өте дарынды халықпыз. Сондықтан да айтқым келетіні ең басты ұлттық құндылықтарымызды атадан балаға мұра болып жеткен салт дәстүр, әдет, ғұрып, ырым, тыйым, бізге ғана тән қасиеттерімізді біз үйрене біліп, соны қорғаштай біліп, соны сақтай біліп, өз өмірімізде қолданатын болсақ, біз ұлт ретінде әрине өсеміз. Ал егер біз соның барлығы тілді ұмыттың ба, тілді шұбарланды ма, демек ол жердегі бүкіл қазаққа тән қасиеттің барлық жоққа шығады. Сондықтан да жаһандану заманында әрине біздің міндетіміз, өзіміз ауылда өстік, енді бұлардың ауылда өспегеніне кінәлі емес қой. Сондықтан да сол бойымызға сіңірген қасиетті осы ұрпаққа саф таза күйінде жеткізу, түсіндіру, ұғындыру, санасымен ұғындыру. Сол кезде айтады ғой, Алла сана берсін балама деп. Сол санасы оны ертең жаман адам болуға, өзінің тілін құрметтемейтін, дәстүрін сыйламайтын адам болуға еш жібермейді. Сондықтан да өз тарапымнан балаларға тәрбие беруден жалықпаймын, әлі де көп жұмыс, көп белестері алда деп ойлаймын. Балаларымыз аман болсын. Ұрпағымызбен бізді еш уақытта ата-аналар сынамасын, мың жасасын. Ой, рахмет, әумин. Енді біздің бүгінгі түйгеніміз, біздің студиямызда болған Қарақат өнер һәм тәрбие мектебі. Дәл сол. Рахмет. Алла, балалармен. Халықаралық балалар мерекесі құтты болсын дегім келеді. Қарақат ханым, көп рахмет, күніңіз сәтті өтсін, уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Енді балапандарымыз шынымен аман болсын, көп рахмет келгендеріңізге. Таң шолпанның берекелі сәтті таңы дәл осындай болды.